Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында сыр дайындаймыз. Осындай жұмсақ, өте керемет болып шығады. Алдымен қазанға сүтімізді құйып, үстіне творог салып, отымызды қосамыз. Сүтіміз кішкене ысығанда осылай сары суы бөліне бастайды. Әлі толық бөлінген жоқ сары суы. Кішкене тағы отта ұстаймыз. Толық ажырады. Енді творогты осылай сүзіп аламыз. Таза ыдысымызға салып, енді үстіне біраз қасық нан содасын, бір татымына қарай тұз және 50 грамм сары май салып, отымызды қосып, араластырып тұрамыз. Әбден қоюланғанша араластырып тұруды ұмытпаймыз, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Әлі кішкене бізде сұйықтау, видеода көргендеріңіздей, әлі де кішкене қайната түсу керек. Кішкене қоюланып келеді. Қоюланды. Енді формамызға құямыз. Бөлме температурасына суытамыз. Осындай магазиндікіндей дәмді болып шығады. Пиццаға қолдануға болады. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.